Қазақша ұлттық дәм тары қосылған сметаник пирогы өте дәмді әрі керемет пирог рецепті. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ертең Наурыз мерекесіне де, ауызашар істесеңіздер де, үйге қонақ келетін кезде де дастарханыңыздың көркін, сәнін ашып тұратын ең керемет әрі ең оңай пирог рецептімен бөлістім. Ең оңай әдіспенен. Дәмі деген енді мощный супер болады. Бірінші рет жасап көрдім. Бізде отбасымыздағы барлығына ұнады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Онда бастадық. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Жақсылап, тазалап жуып алған тарымыздың үстіне ыстық сүтімізді құйып, бұқтырып қоямыз. Енді қамырын дайындап аламыз. Бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды, қантымызды және де бөлме температурасында тұрған сармайымызды салып, венчикпен жақсылап біркелкетіп, қанты ерігенге дейін, майы барлығы бір-біріне біркелкі араласқанға дейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Електен шығарылған ұнымызды және де разрыхителімізді салып, қолымызбен жұмсақ еластичный қамыр илеп алатын боламыз. Кішкене қолдарыңызға жабысып баратса, кішкене ұн салсаңыздар болады. Мен сіздерге толық рецепті описанияға жазып қалдыратын болам. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қараңыздар, бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Енді пирогымыздың начинкасын дайындап аламыз. 2 штук жұмыртқа керек болады бізге. Қантымызды саламыз. И сгущенка саламыз. Енді бізде бұл жерде сметана саламыз. Сапалы сметана қолданғандарыңыз дұрыс, өте керемет болып шығады. Сол кезде жаңа сүтке бұқтырып қойған тарымызды саламыз. Уайымдамаңыздар, бізде пирогымыздың ішінде өте жұмсақ әрі дәмді керемет болып шығады. Жақсылап венчиктің көмегімен начинкамызды араластырып аламыз. Осымен біздің пирогымыздың начинкасы дайын болды. Ұлттық дәм керемет пирог рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. 2 ас қасық кукурузный крахмал салып, оны жақсылап біркелкетіп араластырып аламыз. Кукурузный крахмал бұл бізде осындай сұйық массамен жасалынатын начинкалы пирогтардың ішіне бірігіп тұру үшін салынады. Менде пирог формасы 26 диаметрмен іші алынатын жаңағы дайындап алған қамырымызды жайғастырып, орналастырып, ішіне жайып шығамыз. Алдымен бортиктерін жақсылап жайып алыңыздар. Піскен кезінде өте әдемі болып көрінеді. Басқа формаға жасасаңыздар да болады. Өздеріңізге кальциямен пісірсеңіздер де болады. Жаңағы дайындап алған начинкамызды құйып аламыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. 30-35 минутта пісіріп аламыз. Бір тегісте кішкене лопатамен осылай жан-жағына тегісіп қойыңыздар. Пісіп шықты. Әбден суығаннан кейін бөлме температурасында 1 сағаттай содан кейін барып шығарсаңыздар болады. Формасынан үстіне сәндеп, осылай әсемдеп, сахарный пудра сепсеңіздер де болады, немесе сеппесеңіздер де болады. Біздің осымен пирогымыз дайын болды. Қараңыздар, түрі дегенді, дәмі деген, иісі деген күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Отбасыларыңызға, үйге келген қонақтарыңызға, енелеріңізге, аталарыңызға міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Біздің өзіміздің барлығымызға ұнады. Бір жасағаннан-ақ осындай керемет болып шықты. Қараңыздар. Енді дәмін айта алмаймын. В общем, тіл үйрер болып тұр. Үйіңізге қонақтар келген кезде де аузын ашатындай етіп керемет пирог рецепті. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Ертең Наурыз мерекесіне ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Зұлқұмар. Баршаңызға рахмет.